Кеш батты. Мен жұмысым аяқталды. Әйтеуір жұмыстың арасында шапқылап жүріп сіздерге ақпарат беріп жатырмын. Қолдауларыңызға көп рахмет. В общем, сөздің тоғы етері мынау ғой. Жаңағы қазақ балалардың неге орыс классына баратындығының себебін, үш себебін түсіндірдім, иә. Оқымаған, естімеген подписчиктерім болса, ашып, осының алдындағы видеоны ашып тыңдаңыздар, не туралы айтқанында. Соның тоғы етер түйінін айтайын. Не себептен қазақ балалардың қазақ мектебіндегі білім сапасы төмен деген ойдың қалыптасқан себебін де айтайын сіздерге. Неге орыстар мықты деп, орыс мектептер мықты деп айтылатындығын. Негізі шын мәнінде де орыс сыныптарында білім сапасы қазақ класстарындағыдай мықты емес. Тек өлтірсеңіз айтайын сізге. Дәлелін айттым сіздерге. Международный олимпиадаларда бүкіл әлем бойынша жаңалықтар ашып атқан жас балалардың ішінде, оқушылар ішінде жаңалықтар ашып атқан қазақ балалар, қазақ тіліне, ағылшын тілінен. Ой, сайрап жатыр. Негізі, тиктокта ашсаңыздар, шетелдіктермен ағылшынша сайрап жүрген балаларды көресіздер. Қазақ балаларды, ауылдың балаларын, ауылдан шыққан қазақи балаларды көресіздер де риза боласыз. Бұл не деген сөз? Бұл қазақ мектебінің өте сапалы білім беретіндігін көрсетеді. Жалпы қазақ тілді мұғалімдердің еңбегі өте зор, керемет. Сондай адал еңбекпен балаларға білім беріп жатыр, еңбек етіп жатыр. Оны баса айту керек. Ағылшын тілінен, математикадан, физикадан, химиядан, биологиядан неше түрлі жаңалықтар ашып, робототехникадан неше түрлі жаңалықтар ашып атқанның барлығы қазақ балалар. Қазақша оқыған қазақ балалар, орысша емес. Оған дәлел керек болса, ашыңыздар, көріңіздер, ютубты көріңіздер, тиктокты, инстаграмды ашып көріңіздер. А неге орыстар мықты деп атылады? Бұл құлдық сана. Всегда қазақ халқы, қазақ екінші сорт, орыстар мықты деген жаңа құлдық санамен өскен. Бұл негізі батпандап кірген ауру ғой, ол мысқалдап шығады. Сол санамен қалыптасқан мәңгүрт қазақтарда біз слабыймыз, орыстар мықты деген ой қалыптасқаннан кейін оны шығару өте қиын болып тұр. Ал негізі тағы да бір себебі, орыс балдар негізі еркін болады. Мен орыс классына сабақ бергем салыстырмалы түрде. Еркін, неге семьясына жалғыз бала өседі орыс семьяларда. Бірақ бала туады орыстар. Біз қазақтар сияқты 4-5 бала тумайды. Білесіздер, Ресейде қазір проблема болып жатыр демографиямен. Бала саны жоқ, баланы туыңдар, 18 жастан туыңдар деген жарлық шығарып жатыр, оны білесіздер. Енді бізде қазақта бала саны көп, бірақ жағдайымыз төмен болып тұр. Соны асырайтын баланы жеткізетін, еркін қылып өсіретін жағдай төмен болып тұр. Сондықтан да осы уақытқа дейін қақсап айтқаным сол. Ізденіңіздер, кәсіп жасаңыздар, ақша жетпесе әрекет қылып, балаларды еркін қылып өсіріңіздер.